Саламатсыздар ма? Бүгін біз орама жапырақтан сорпа дайындайтын боламыз. Витаминге бай, өте жақсы. Ол үшін бізге барлық заттарды 4-5 қылып турлап аламыз. Видеоның астына жазып қалдырамын нелер салғанымды. Мына май, пияз, ет, сәбізді 4-5 қылып турлап аламыз да барлығын қуырамыз қазанға салып. Үстінен картоп саламыз, онда турлаймыз 4-5 қылып. Орама жапырақ, онда 4-5 қылып турлап аламыз. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осылай қылып турлаймыз. Кейін оны да қазанға салып, томат саламыз. Дәмі өте жақсы болып шығады. Бар заттарды 4-5 қылып турлағаннан кейін су салып, оны қайнатамыз. Қайнағаннан кейін астын кішкентай қылып жарты сағатқа қоямыз. Азғынтай тұз саламыз. Рахмет, сау болыңыздар.